Ассаламу алейкум, урметли серджилер, Буги ТВ, студияда Украина хабарлары бүгін сентябрьнің 7-сі жұма күні. Москвада Руссия жазаханесінде 117 күн ачылық тұтқан Украин режиссері Олег Сенцовны дестеклеген баннер асып қойылды. Фалер саяси мобилсының ресміні Киев вокзалындан ұзақ олмаған Авропа мейданында яйдырдылар. Полис хадимлері бодесені көзеті, ама кемсені яқаламады. Акция чоқ девам етмеген олды. Украин кинорежиссері террорчылықта сақтайве уйдурма қабатлардан 20 еллық шидетлі апез жазасына мәкім етілді. Илхақ етілген Қырымда ярамай ава яғмур себебінден ялты шәріні сув басты. Пекте сув ақымлары әршейіні ювып кеткен. Сув мағаз ханелеріні, соқақларыны, ярасты кечетлеріні ве машиналарыны басты. Табиат афетті кефеде де олды. Сәкенлер бірден уч хартум фуртунасыны көрді. Табиат адисесі күчлі яғмур ве елнен олып кечті. Синоптиклерінің білдіргеніне көре ярымадада ярамай ава сентябрьнің 9-на қадар олacak. Шимали Калифорниядаки орман янгынларының нәтижесінде 89 километр квадрат топрақ янды. Алем онларжа әве машиналарны махфетті. Құмшы бөлгелерден адамлар тахлие етілді. Ғарп ялысындаки Мексика сынырындан Канадарға жа уче әлет бұйу жалышқан әсас ел қапатылды. Янгын Дельта Файр деп адландырылды. Табиат афеті жасты бөлгесіні чаршымбе күні сарып алды. Алевні сондырмек үшін 600 янгын сондыры жечалышты, олардан бірісі яраланды. British Airways авиацион шіркетінде мәлімат яйрамасы хакерлер шіркетінің сайтыны ве құланымыны бозы пачты ве 380 бин мұштаренің одевлері ақында мәліматны Хырсызлады. Хакер ұжымы билетлер сымарламақ үшін августның 21-ден сентябрьнің 5-не қадар авиацион шіркетінің ресурсларыны құланған елжуларға тесіреті British Airways шіркетінде ялныз нақытсыз одешув мәліматы хырсызлағаны қында инандыралар. Паспорт мәліматы ве елжулық тәфсілетларыны хакерлер әлде етіп оламады. Авиацион шіркет тақиқ кечере зарар көрген мүштірелерге банкларға мұражат етмеге ве оларның талиятларыны рәйет етмеге тәвсие етілі. Июнде доған Амур қапланчықларының ilk сүретлеріні Бүйік Британиядаки Үпснезейк айванат бақчасы хадимлері көстірді. Бұл айванлар ғайып олув тәліке алтындалар. Оның үшін тувар екемлері оларны диқатнен көзеті. Қапланчықларының сағылық алы мұнтазам тарзда тешкеріле көрув ешітув тішлері. Бұның иле оларға ашамала япыла ве эпос олып кейік табиата 500 амур қапланлары қалды. Оларына айванат бақчаларында ғайып олған айван түрлерінің сайысыны арттырмақ үшін программаның черчевесінде асырайлар. Бірлешкен девлетлер КНДРге қаршы яны санкциялар кірсетті. Кибернетик ұжым япыву себебінден сынырлав тедбірлері алтына бір ватандаш ве бір шіркет оғырады бұл малимат абайдының малиен әзірлігі сайтында хабер етілі. Метінде қайдетілгені кебі санкциялар алдында оғырған шіркет Шимали Корея кемиеті незарет еткен зарар кетіріже кибернетик фалинен бағлыдыр. Пак Джин Хэ КНДР ватандашы 2014 сенесі Sony Pictures шіркетінің севаланын бозуп ачылывында ве бұның еле 2017 сенесі Ванна Край шифелерджі вирусының тақаралтуында иштирак еткен еді. Бразиль президенті намзетті пычақланды. Кеші жайрмысяс Болсунару сақжы сәсетчіге сайлав алды соқақ митинге вақтында ұжым етті. Ұжымжы жинайет еткен ерінде яқаланалды. Полис адамның рухи хасталықлары бар яда йоқ олған аққында араштырма кечере сәсетчіге хастаханеге әмелият япылды. Екемлер алы стабиль олғаныны білдіре. Намзетке қол тұтмақ үшін оның Сан-Паулыдаки тарафдарлары байрақ ве чырақларнен соқықларға чықты.
Бу хаберни ишиткен сон рухтан туштум. Бразиль демократиядан дуньяда үчүнчү жердедир. Бразиль кибу мемлекетте били бир демократия аспектлери бар. Соравларга көре биринчи жерне туткан мемлекеттин президент намзети бар. Ve bu намзет ужумдан зарар көрдү. Биз демократия не алганын теминленден аңламак керекмиз. Бразилде сайлаулар октябрь айында өткөрүлөжөк. Сайлауларда президент ве президент муавини Милли Конгресс, Валевия Вали ярдымчылары ве әйлетнын канун чыгарыcı органлары сайланылачак. Президент рутбесине шымдылык 13 намзет бар. Сайлав алды соравларына көрө жайры Болсонару биринчи ярны тута. Onun рейтинги махкеме эсас халк севамлесі 2003 сенесінден 2011 сенесінеже Бразиль президенті олған Лулда Сильваға сайлавларда иштирак этмек ясак эткен сон байгарты Лулда Сильва кабарчылыкта кабатланып 12,5 жылдык апиш жазасына макум этилди. Хоккайдо Япон ярымадасындaki зелзеле нәтижесінде эле колганларның сайысы 16 адамга артты. 26 адам белгисиз гайып болду. 5000ге якын сакинлер кечени куртарыcı меркезлерде кечирди. Синдзо Абэ баш назиранын сөзлөрүнө көрө амалиятта 22.000 куртарыcı иштирак этти. Саба базы исселек ве гидроэлектростанциялары өз ишин башлады. Бунун эле Аман 1,5 миллион evlerde elektrik энергиясы берилүүдө. Янартылда зелзеле жума акшамы күнү ярлы вакыт боюнча саба саат 3-те болду. Жер асты сарсантылары 6,5 дәрежесинде болду. Зелзеленин ортасы Хоккайдо элетинин Саппоро шаарынан 66 километр узаклыгында болду. Мен шок алды. Дайма бу сокак бою кезейдим. Ve iç bir vakit böyle mahvedilir dep tasavvur etmegen edim. Zelze vaqtında bu sokakka olabilirim ve o zaman elak olur edim. Onun için oğurlu adamım dep aytmak mümkün. Mında yakın park var. O yerde vannahane ve akar su var. Bu bana pek yardım ete. Elbette evimde de su edegi var. Ama evde onu çok kullanmamak tırışam. Çünkü şimdi su pek kıymetlidir. Milli Liga турнирінің башлангыч матчында футбол боюнча Украинанын жыйма такымы Чех такымына енді. Андрей Шевченконын Василиги алтында олған. Oyuncular için матч муафакаятсыз башланды. Oyunun 4-нчы дакасында оларга гол урдылар, ама биринчи тайм ютуксызлыкнен битти. Матчнын сонки дакаларында Александр Зинченко гол урды ве 2-1 эсабынен Украина галип болду. УЕФА Миллетлер Лигасы турниринин невбеттеки матчы сентябрдын 9-ында Львив шаарында кечежек ве Украина такымы Словак такымынен ойнайжак. Ишгаль алтындaki Кырым шымали фелекет дәрежесіне келді. Бұны Украина Юқары Радасының инсан ақларындан векілетлесі Людмила Денисова білдірді. Авропа бірлігі мемлекетлері де телуке алтында Украина омбудсмені енді Бірлешкен Миллетлер Тәшкилиятына мұражат етті. Илхақ етілген Кырым сәкенлерінің ақларını янартмақ үшін тәшкилят темсилчилеріні ярдым етмеге чағырды. Ишгаль акимияты Кырым Титаны заводында химиеви зарарлы моделлер атығының керчек ақыбетлеріні кезлемеге девам еті. Тәфсилатлыжы левхамызда. Адамларда юрек буланывы веянықлар, эркенлер yok етілді. Кырым шымали атмосфераға белгісіз мадденің аттығы ақыбеттен зарар көре. Ең чоқ зарар Эрмени базар шәрі ве орк койының сакинлері чеке. Бұ ерде тереклер вебиналарда яғлы пасы пейда oldu. Мальчик мой погулял вчера. Оғлым түневін ақшам кезмеге чықты. 5 даққа юрды, evге кірді. Аяқларыны юву башладым, бақсам, тері пул-пул төкіле. Бутун бұ пасы терінен берабер юволды. Буквально за 2 дня все сгорело. Эки күн içinde бір шей янды. Шей яғлы пасынен ортылды. Қайсы шей? Ашамақ яда ашамамақ бұларны енді не епмаға білмейік. Себеп Кырым Титаны заводы. O Эрмени базар шерінде ор бойында ерлеше. Бұ ерде боя ве лак için көбре ве реагентлер истисал етілі. Зерлі бұлыт Эрмени базар ор Филатовка ве Суворованы қаплап алды. Кырым экологлары бойлы бұйық өлчіге фелекетіні да көрмеген еділер.
Властям Крыма, конечно, надо бы объявлять. Кырым акимияты февкуляды вазиятны илан этмеге керек чунки. Вазиет телюкеле алына келді. Кырымның ишғал акимиеті февкуляды вазиетні илан етмеді. Ве Кырым сакинлерінің аяты ве сағлығы үшін бір түрлі тәліке олмағанны білдірділер. Ама тезден Эрмени базардан балаларны ажиле тахли етілівні илан еттілер. Оларны Ярымаданын Женюби ялысының санаторийлеріне алып бардылар. Предупредили за час. Бызны бір саат эвел хабердар еттілер. Мектептен оча телефон açtı. Тезден мектепке кел рижа деп етті. Келгенімізнен жиылмақ үшін бір саат олғананы білдірді. Аттықтың ақыбетлеріне ишғал етілген Қырымнен қомшы олған Херсон велиетінде де дойдылар. Преображенка қасабасы Қырым титаны заводындан тек 6 километр ұзақлықта. Бұ ерде ершейіні пасы басты. Адамларда исе Ярымадада да олған кібі айна әлеметлер. Маңа 6 адам мұраджат етті. Эсас шекетлер ағызда құрылық, тері қашынтысы, тақатсызлық, көз ағыртысы, юрек булановы. Херсон велетінде топрақ ве су талилі япылды. Бірінші нәтижелер енді елде. Әлбетте мұйт бұлаштырығы белі бір дәрежедір, ама сағлық үшін ғайет зарарлы ве тәлікелі олмасыны түшінмек үшін дегіл. Қырымның ишғал акимиеті құрғақлық ве сыжақлықны қабатлай. Украин хафиелігінде исе бұл меселе бойынша башқа фікір. Підрозділи Збройних сил Росії проводили стрільби. Русия аскерлері Титан ве сода заводларының истисал қаламытларының тандырғычылары ерлешкен ерлерде атыш талимлеріні япайды. Мермилер урғанының себеп бұ объектлер зарарланды. Бүгінге Русия реберлігі бұ вақиянын бұйыклігіні гизлемеге ве месулиеттен қачынмақтырыша. Амма экологик феликетінің бұйыклігіні гизлемек насип олмады. Титан заводының іші 2 аптаға тоқтатылды. Хабер васталары білдіргенне көре Эрмени базарға сакинлер арасында дархатмақ үшін 80 бинден зияде марля сарғылықлары кетірілді. Имран Усейнов, Халиси Зинедин, UATV. Құрметлі серджілер, бұл дақиқыға бұл сонки хаберіміз дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағлықнен қалыңыз көрішкенде.